Егер сіздің бүйрегіңізде тас болса, гастритпен ауырсаңыз, колит, панкреатитке шалдыққан болсаңыз, онда осы видеоны соңына дейін көріңіз. Арнаның дамуы үшін аз ғана уақытыңызды бөліп, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Қарбыздың пайдалы және қауіпті қасиеттері жайлы айтамыз. Қарбыз нағыз таптырмас табиғат ғажайыбы. Асқабақ тұқымдасына жататын жеміс тәтті әрі хош иісті болып келеді. Оған қоса, ол көптеген пайдалы қасиеттерге де ие. Үлкен және аса дәмді қарбыздарды тіскейбасарлар мен десерт ретінде қолданады. Толығымен піскен кішкентай жемістерді тұздап, маринадтап қояды. Тіпті қарбыздың дәнектерін ас қоспасы ретінде қолданады. Дүние жүзінде қарбыздардың 1000-нан астам түрлері бар. Олар шар, цилиндр тәріздес және сопақша болып келеді. Жемістің отаны оңтүстік Африка болып табылады. Еуропаға қарбыздарды крес жорығына қатысушылар алып келген. Жасыл түсті қалың қабықтың астында шырынды қызыл мәйек орналасқан. Бүгінгі күні кейбір ғалымдар жеуге қолайлы болу үшін қарбыздарды дәнсіз өсіріп шығуды қолға алған. Қарбыздың мәйегі сумен қанттан ғана тұрады деген тұжырымдар өте көп. Шын мәнінде жеміс көптеген нәрлі заттардан, май қышқылдары мен эфирлі ақуыздардан, В және С витаминдерден, магний, калий, марганец, темір, мырыш, жанартас, мыс және антиоксиданттардан тұрады. Бұл жеміс аз калориялы болып саналады. Кейбір асханаларда тіпті қарбыздың дәнін жеуге болады деп есептейді. Оларды азиялық және таяу шығыс асханаларында тамаққа қосып жатады. Қарбыздың қуырылған дәнін тіскейбасар мен салаттар құрамына қосады. Нигерияда жеміс белгілі бір сорпаларды әзірлеуде қолданады. Қарбыз өсімдік көптеген зерттеу жұмыстары өсімдіктен жасалатын тағамдарды көп қолдану диабет, жүрек ауруы мен семіру қаупін азайтатынын көрсетті. Оған қоса, олар адам бойындағы күш-қуатты арттырып, артық салмақтан арылтады. Сонымен қатар, қарбыздың арқасында беттің түсі мен шаш құрылымы жақсарады. Біздің денеміз аргинин мен лейзин іспетті амин қышқылдарын қажет ететіні көпке мәлім. Адам организмі оларды өздігінен өндіре алмайды. Сол себепті біз оларды тамақ құрамынан аламыз. Қарбыз дәнінің құрамында триптофан мен глютамин қышқылы іспетті кейбір амин қышқылдар кездеседі. Лейзин кальцийдің сіңуіне көмектеседі, ал аргинин зат алмасу үдерісін жақсартып, жүрек қан тамырлар жүйесін күшейтеді. Қарбызды жеу аса пайдалы, себебі ол демікпенің алдын алады. Қарбыз дәні жүрек пен тыныс алу органдары үшін аса маңызды магнийдің таптырмас қайнар көзі болып табылады. Жеміс бұлшық еттердің ауруын азайтады. Амин қышқылдарының арқасында қарбызды қолдану бұлшық еттің жұмысын жақсартады. Оларды шамадан тыс сезімталдығын жояды. Спортшыларды қалпына келу уақытын және келесі жаттығуды орындауға кірісу қабілетін азайтады. Қарбыз артериялық қан қысымын қалпына келтіреді. Зерттеулер жеміс құрамында бар элементтер гипертонияға шалдыққан егде жастағы адамдардың қан қысымын төмендететінін көрсетті. Қарбыз құрамында мәйектің қызыл түсіне жауап беретін лейкопин бар. Ол өз кезегінде түрлі жүрек ауруының алдын алуға таптырмас мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бет терісінің жақсартып, ерлердегі өнімсіздікті арттырады. Қарбыз аса мықты антиоксиданттардың қайнар көзі. Олардың құрамында С витамині де кіреді. Олар қатерлі ісікке шалдықтыратын еркін радикалдардың құрылуына қарсы күресте үлкен көмек көрсетеді. Жемістер ас қорыту жүйесінің қалыпқа келтіріп, гидратацияға жол бермейді. Қарбыз мәйегіндегі су мен талшықтардың үлкен мөлшері іш қатуды болдырмай, асқазан ішек жолының денсаулығын жақсартуға көмектеседі. Оған қоса, жеміс құрамында ыстық күндері кезінде орын алатын құрғатудан қорғайтын маңызды электролиттер бар. Қарбыз шаш пен терінің жағдайын жақсартады.
Жемісте май бездерінің өндіруге қажетті А витамині бар. Ол өз кезегінде шаштардың ылғалдандырылуы үшін аса керек. А витамині организм ұлпаларының өсуі үшін, шаш пен тері үшін де қажет. С витаминін қолдану шаш пен тері құрылымын қамтамасыз ететін коллагеннің құрылуына себепші болады. Өсімдік құрамында нәрлі зат холин бар. Ол жасушалық мембраналардың құрылымын бір қалыпты ұстап тұруға және жүйкелік импульстардың берілуіне себепші болады. Сонымен қатар, ол майды абсорбтау мен қуықтың ісінуінен азайтады. Өзіңді сергек әрі жақсы сезіну үшін қарбыз жеген жөн. Оны күнделікті қолдану энергия мөлшерін 23%-ға көбейте түседі. Оны жасушаларды магниймен қамтамасыз ететін В6 дәрумені іске асырады. Үлкен жемістердің құрамында көптеген пайдалы заттар бар екенін бәріміз жақсы білеміз. Алайда кейбір аурулар кесірінен бұл жемістен бас тартқанда жөн. Мәселен, бүйрек ауырған немесе оның құрамында тас болған жағдайда зәр айдайтын өнімді көп қолданбаған абзал. Гастрит, колит, панкреатитке шалдыққан адамдарға да қарбызды көп қолдануға болмайды. Мен арбуздың сүйегін жұтып қойдым. Енді менің ішімнен арбуз өсіп шығады ма? Барлығымыз арбуздың сүйегін бір рет болса да жұтып көрген шығармыз. Кейбіреулері байқаусызда жұтып қойса, кейбіреулері әдейі. Және барлығымызда ойлаған шығармыз, олар біздің ішімізден өсіп шығалады ма? Біріншіден, асқазанның қышқылдығы сүйектер үшін тым жоғары болғандықтан олар дами алмайды. Екіншіден, бір нәрсе өсіп кетсе де, күн сәулесі болмаса, ол өспейді. Арбуз сүйегінде көптеген витаминдер мен амин қышқылдары бар, сондықтан ол адамға зиян емес, керісінше өте пайдалы.